мен өспей жатырмын, менде застой болып жатыр, өмірім бір жерде қатып қалған сияқты, ешқандай өзгерісті көрмеймін өмірімде дейтін болсаңыз, осы видеоның соңына дейін көріңіз. Негізінде осы 4 нәрседен сіз аулақ болсаңыз, 4 қасиеттен аулақ болсаңыз, сіз өсіп кететін едіңіз және өскеніңізді көретін едіңіз. Өзімнің басымнан өткізген адам ретінде, өзім осындай жағдайдан шыққан адам ретінде сіздерге айтып отырмын, кеңес болсын деп. Осы кеңесімді пайдалансаңыздар екен. Біріншісі, ешқашанда өзіңізді біреумен салыстырмаңыз. Сізді өсірмейтін бірінші ең жаман қасиетіңіз, сіз өзіңізді өзіңізбен салыстыру керексіз негізінде. Өткен уақытта мен қандай едім, мысалға мен былтыр қандай едім, қазір қандаймын деген сияқты. Өзіңді тек қана өзіңмен салыстыр. Басқа адамдармен өзіңді салыстырудың қажет жоқ. Екіншісі, елдің сен туралы не ойлайтынына көп көңіл бөлу. Маған көп оқырмандарым жазады, мен елдің мен туралы не ойлайтынына қорқамын, көбінесе мен сол елді тыңдаймын, мен туралы жаман ойлап қалмаса екен деймін, мен туралы жаман өсек кетіп қалмаса екен деймін деп, елдің мнениесіне қорқатын адамдар. Көп адамдар негізінде өспейтін адамдар ел мен туралы не ойлайды деп ойлап, сол ешқандай алғары қадам жасамайды көбінесе. Одан кейін өткен қателіктерің үшін өзіңді жазғыру, өткен қателіктеріңді көп өзіңнің басыңда айналдыру, көп жеңісіңді ойласаң, сен одан да жеткен жетістігіңді, осы уақытқа шейін жетістікке жеттің ғой, мысалы жасың осындайға келді, өмір бақи қателескен жоқсың, өмір бақи минуста жүрген жоқсың, плюста жүрген кезіңде болды, жеткен жетістігіңде болды. Бірақ почему-то біз сол өзіміздің жақсы күндерімізді, жеткен жетістігімізді, өзімізді марапаттаудың орнына тек қана қателігімізді ойлап, өзімізді іштей жегідей жейміз, көбінесе. Мен ана жерде былай жасадым, негізі былай жасадым деп, плюстарыңды көрмей, тек қана минустарыңды көре бересің да. Сол үшін өзіңді жазғырасың. Төртіншісі, дәл сол қателікке байланысты тағы да айтқым келіп жатыр. Өткен қателікті норма деп қарамасаң, егерде сен өмірімде мен қателестім, бұл мен үшін норма, бұл қателік болмағанда мен өспейтін едім, қателесуім арқылы өстім, негізінде қателескенім дұрыс болды деп қателіктеріңді қабылдамасаң, жақсы көрмесең сол моментіңді, вот өспейтін жеріңіз сол да. Негізінде қателікті норма деп қараңыз. Мен қателеспеуім керек еді, мен осы жерде аяғымды шалыс баспауым керек еді, мен өзімді былай ұстамауым керек еді, мен ана жерде былай ұстауым керек еді деп өзіңді мыңғырғыр ойлап жегідей жегеніңізше, лучше қателескен жерім жақсы болды, менің қателескен жерім өскен жерім, осы қателігім болмағанда өспейтін едім деп соны қабылдасаңыз, сол моментіңізді өзіңіз жақсы көрсеңіз, осы 4 қасиеттен аулақ болсаңыз, өсіп кетесіз және де өзіңіздің өскен кішкентай қадамдарыңызды байқай бастайсыз. Кішкентай қадамдарыңды көрген кезде өсе бастайсың. Сау болыңыздар.